Баршаңызға қайырлы күн, қыздар. Бүгін сіздермен осындай өте оңай, тез дайын болатын хачапури дайындайтын боламыз. Ол үшін ыдысымызға жұмыртқамызды салып, үстінен тұзымыз бен қопсытқышты салып, жақсылап араластырып аламыз. Енді үстінен сүтімізді құйып, тағы да араластырып аламыз. Оның үстінен електен өткен ұнымызды саламыз. Бізде осындай қамыр болып шығады. Оның үстінен үккіштен өткен сырымызды салып, тағы да жақсылап араластырып алатын боламыз. Табамызды отқа қойып, кішкене сары майды салып, оның үстіне дайын болған осы хачапурийімізді саламыз және табамыздың қақпағын жауып, 10-15 минуттай қызарып піскенше хачапуриді пісіріп алатын боламыз. Бір жағы пісті, енді екінші бетін аударып, тағы 5-7 минуттай қақпағын жауып, пісіріп алатын боламыз. Бізде осындай сары, өте әдемі болып пісіп шығады. Енді ыдысымызға орналастырып, бетіне кішкене тағы да сары майдан жағып, қонақтарыңызға немесе үйге жасаған болсаңыз, кешкі тамақ, түскі тамақ ретінде ұсынсаңыз болады. Міне, өте жұмсақ, өте нәзік, дәмді болып шықты. Мен секілді сырды жақсы көретін адамдарға бұл өте дәмді тағам болып табылады. Сіздер де жасап көріңіздер, менің арнама тіркеліп, мені қолдап отырыңыздар. Сіздермен бірге болған әдемі.